Израиль премьер-министрі Беньямин Нетаньяху Газадағы бейбітшілік жоспарының екінші кезеңіне арналған ақш жол картасын кері қайтарды. Ал Хамас әскери тобы бұл жоспарды бұған дейін мақұлдаған болатын. Үкіметтегі оңшыл одақтастарының қарсылығынан кейін, сондай-ақ Израильдің дереу шегінуі талап етілмейтініне берілген кепілдіктерге қарамастан, Нетаньяху өткен айдың соңында Трамптың бейбітшілік кеңесі ұсынған 15 тармақтан тұратын құжатты қабылдаудан бас тартты. Ол Израиль әскерін Газадан шығарудың басты шарты Хамастың толық әрі шынайы түрде қарусыздану екенін кесіп айтты. Бұл бас тарту Хамастың жоспарды қолдайтынын хабарлап, Құрама Штаттарды Нетаньяхуға саяси және сайлауалды мүдделері үшін бұл процеске кедергі жасатпауға шақырғаннан кейін орын алды. Бұл келіспеушілік Нетаньяху мен Трамп арасындағы алшақтықты көрсетті. Бұған дейін де екі көшбасшы Иранға қарсы бастаған соғысты одан әрі қалай жүргізу керектігі төңірегінде өзара келісе алмаған еді. Қазан айындағы сайлау қарсаңында рейтингі түскен Нетаньяху оңшылдардың қысымына тап болды.